Сәлеметсіздер ме? Кері байланыс жасаудың бір түрі learningapps.org бағдарламасы арқылы. Осы бағдарламаның ішінде мен өзім тіркеліп, және де оқушыларымды тіркеп қойғанмын. Мои классы деген бетке басатын болса, мен осы жерден өзімнің оқушыларымды, тіркелген оқушыларымды, және де оқушыларға берілген тапсырмаларды, олардың орындаған тапсырмаларының статистикасын көре аламын. Осы жерде қаншалықты дұрыс жауап берді, дұрыс жауап берген жоқ, соны қағаз бетіне шығарып алуға мүмкіндік бар. Папка классы деген бетті ашатын болсақ, осы сыныпқа арналған тақырып көрсетіледі. Мен дайындап қойғанмын. Мысалы, статистика тақырыбында өзгерістер ауқымын анықта. Егер ол дұрыс жауабын белгілейтін болса, онда оған жасыл белгі көрсетіліп, және де все задания выполнены верно деп кері байланыс айтылады. Егер ол қате жауап беретін болса, мысалы, қате жауап беретін болса, міне қызылмен, және де попробуйте, вы проиграли, попробуйте еще раз деген сияқты кері байланыс айтылады. Рахмет.